Бөлекөй Бекжайдың Тамшалы ересек тобының ата-анасы Масабаева Ақбибі Мирасқызы және тәрбиеленушісі Ғабит Ақтұрбекқызы. Біз бүгін мен зерттеуші тақырыбында сайысқа қатысқалы жатырмыз. Біздің зерттеуге алған тақырыбымыз йодтың көмегімен тағамдардың құрамындағы крахмалды анықтау. Ендеше зерттеуімізді бастайық. Әуелі бізге йод керек және тағамдық крахмалды қолданамыз. Ең бірінші не істейміз ақтаған? Саламыз, араластырамыз. Екінші, суымызда біз түссіз. Суды ештеңеге қоспаймыз, ешқандай қоспасыз судың өзін аламыз. Енді йодты не істейміз? Қосамыз. Сосын екінші таза суға йодты қосамыз. Şimdi бұл жерде бізде қара түс шықты. Крахмал қосылған суымыз қара түске айналды да, ал йод қосылған суымыз сол күйінде түсін өзгерткен жоқ. Енді осы әдісті қолдана отырып, ары қарай күнделікті тағамдардағы бойындағы крахмалды анықтаймыз. Ең бірінші йодты алып сүттің құрамына саламыз, одан кейін ұнның құрамына, одан кейін картошка, шұжықтың құрамына, алма, чипси, нан, банан және қиярдың құрамына тамызамыз. Енді ары қарай біздер пайда болған нәтижені қараймыз. Сүттің құрамына йодты қосқан кезде бізде йодтың түсі өзгерген жоқ, өзгерген. Ал ұнның құрамына қосқан кезде бізде түсі қандай болды? Қара түске өзгерді. Келесі картошканың құрамына қосқан кезде йодтың түсі қара түске өзгерді, қара түске. Печеньемізді де солай, қандай түсі болды? Қара түске өзгерді. Нанның түсі де өзгерді. Сосын чипсидің түсі де өзгерді. Алманың түсі де өзгерді. Бананның түсі де бізде қара түске өзгерді. Енді ары қарай бізде қиярдың түсі өзгерген жоқ, яғни йод сол өзінің түсін сақтап тұр. Одан кейін бізде капустаның түсі де сол күйін сақтап тұр. Енді ары қарай бізде шұжықтың құрамына қосқан кезде де шұжықта да йод өз күйін сақтап тұр. Осылай үйдегі күнделікті тұрмыстық жағдайда йод пен крахмалдың қосылысы арқылы біздер күнделікті жеп отырған тағамдарымыздың құрамында крахмал қаншалықты деңгейде бар екенін анықтауға болады. Назарларыңызға рахмет.